Қайырлы күн достар. Бүгін бізде кезекті сабағымыз, яғни бір 2-3 күндік үзілістен кейін 8-ші сабақты бастайын деп жатырмыз. Енді роботехника әлемі өте қызықты, сонымен бірге көптеген жобалар жүзеге асырған әлем, бірақ та бұл әлемде жақсы, яғни мықты жобалар жасау үшін көптеген білімді қажет етеді. Сонымен бірге табандылықты, шыдамдылықты қажет етеді. Сондықтан да әр сабақта соңына дейін қарап, ондағы жобаларды қайталап қарап, немесе өздеріңіз фантазияңызбен өткен сабақтардың бәрін түрлендіріп жобалар жасап, негізі дами берген жақсы. Сонымен бізде бүгінгі тақырыбымыз, жаңа тақырыбымыз, ол біздерде фоторезистор деп аталады. Фоторезистор. Енді фоторезистор дегеніміз не нәрсе? Мысалға, биология сабағында мектепте білетін боларсыздар, немесе мектепте оқып жатқандарыңыз болса, биология сабағында фотосинтез деген процесс бар. Фотосинтез процесі, яғни ол күннің түсуінен жапырақтарда, теректерде болатын, яғни оттегін бөліп шығару, сондағы қозғалыс. Сол фотосинтез процесі жақсы жүріп тұрған кезде біздің терегіміздегі жапырақтар жап-жасыл, яғни жайқалып күшті болып тұрады. Фотосинтез процесі әлсірей берген сайын, яғни бізде жапырағымыз сарғая бастайды, содан ары қарай соңында қысты өліп қалады. Енді оның бірден бір себебі астрономиядан білеміз, яғни күз келіп салқындау себебі, яғни күн жерден қашықтай бастайды. Қыста ол дейтін, яғни максимальный қашықтыққа дейін барады, сосын көктемде кері қайтып келеді бері қарай. Сол қашықтаған сайын күн сәулесінің түсуі азая берген сайын фотосинтез процесі де яғни баяулай бастайды, содан бізде жапырағымыз сарғайып соңында өліп қалады. Енді сол фотосинтез жалпы роботехника әлемінде көптеген, мысалы ұшақтың шығуы, кез келген біздерде пайда болған кез келген инновацияның барлығы табиғатпен байланысты. Яғни табиғатта қандай өзгеріс болып жатыр, сол табиғатта өзгерісті адамдар дейтін механика, инженерлер соны қарапайым бізге тұрмыста қолдануға болатындай заттарға енгізген. Мысалы фотосинтез, мына фоторезисторымызды сол фотосинтез процесімен байланыстыратыны сол. Фотосинтез процесінде жапырақтың жасыл болып атуынан бастап сарғаюына дейінгі процесс неде деп зерттеу барысында табиғатта да сондай күн сәулесіне әсер ете алатын, яғни процестің бар екенін ескере отырып, жарыққа жұмыс жасай алатын, жарыққа әсер ететін фоторезистор деген құрылғыны ойлап тапқан. Яғни мінекей фоторезистор. Енді резистор деп атайтып тұрғандықтан да бұл айнымалы кедергі. Тек бұл кедергінің несі қандай кедергі болатыны ол өзіне түсетін жарыққа байланысты. Яғни жарық қаншалықты жарық болып тұр, соншалықты ол дейтін өзінде кедергіні. Яғни мысалға фоторезисторды сіздер магазиндерден сатып алатын болсаңыздар, сізден сұрайды, қанша омдық резистор қажет деп. Мысалға 10 килоомдық резистор болатын болса, яғни ол дейтін 0 мен 10 омның арасындағы кедергі деген сөз. Жарықтың түсуіне байланысты ол дейтін, яғни не болғанда, қараңғы болған кезде бізде кедергіміз арта бастайды, жарық болғанда азаяды, ол схемаға байланысты өзгертеді. Яғни осы аралықта ойнап жүреді жарықтың түсуіне байланысты. Яғни біздерде мына осы фоторезистор арқылы оны біз ары қарай көптеген нелерде жобаларды қолдануға болады. Мысалға ең қарапайым нәрсесі қазіргі таңда бәріміз білеміз, қытайлық көліктер дейтін, яғни елімізде қаптап кетті. Екінің бірі қытайлық көлік мініп жүр деп айтсақ та болады. Мысалға соңғы статистика бойынша Қытай көлігінің сатылымы мысалға артқанда, яғни кәрістің басқа көліктеріне қарағанда. Мысалға сол қазіргі шығып жатқан көлік жалғыз Қытай емес, қазіргі шығып жатқан көліктерді қарайтын болсақ, фар мысалға да, бұрынғы айдап жүрген машиналарымызда қараңғы түскен кезде өзіміз мысалға жақын светті ближнейді қолдан қосу керек болатын. Қазіргі таңда ондай қажет жоқ. Режимде автомат дегенді қойып қоямыз, авто деген режимді. Сол авто деген режимнің арқасында көлігіміз қараңғы түскен кезде ближний өзі қосады, таңертең жарық болғанда тұтатқанда өзі бірден сөніп қалады. Яғни біздің көлігімізде лобовойдың қасында, алдыңғы лобовойдың қасында осындай фоторезистор датчигі тұрады. Фоторезистор датчигі, яғни ақпаратты қарайды да, ол қараңғы болып жатыр ма, жарық болып жатыр ма, сол ақпаратты өңдеуінің арқасында машинадағы фарымызды жағып өшіріп тұратын болады. Енді соны қазір біздер машина фарына бірден қоспаймыз, бірақ та өзіміздің лампамен бірге қосатын боламыз. Енді әдеттегідей бірінші фоторезистордың схемадағы ұсқынын қарайық. Так. Фоторезистор аты айтып тұрғандықтан ол дейтін біздерде дейтін не болады? Кедергінің резистордың ұсқынымен бірдей. Мінекей, мынау біздерде кедергі екенін білеміз. Тек фоторезисторда осының айналасынан дөңгелек қойып, былайынан стрелка жарық қоямыз. Бұл деген сөз
бұл фоторезистор жарыққа әсер етеді деген сөз. Жарықпен. Жалпы резисторлардың түрлері көп. Потенциометр өткен сабағымызда өткендей қолмен бұрайтын. Мына фоторезистор температураға байланысты бар, яғни температура артқан сайын, мысалы ондайда ноутбуктердің ішінде тұрады, 3D принтерлердің ішінде тұрады, температура артып қыза бастағанда мысалға сигнал береді, болмаса автомат түрде мысалға неміз қосылады, салқындататын жүйеміз, сол сияқты. Мынау біздердегі жарыққа байланысты. Сонымен фоторезистор, оны мысалға FTR-ді қысқартып атап қойын, фоторезистор деген. Яғни былайынан сызып жазып алсаңыздар болады, фоторезистор. Енді осы фоторезисторды қалай қосамыз? Жалпы фоторезистордың қосылу схемасы батырманың қосылу схемасына ұқсас. Яғни бізде фоторезистор кедергіге арту жұмыстанған сайын, ода бірақта бізде фоторезисторды қазір 5 вольтқа қосамыз. Фоторезисторымызды қосуда да міндетті түрде бізге тарту, подтягивающий резистор, тарту резисторы қажет болады, ток тарту алатындай. Сонымен схемасын сызайық. Фоторезисторым. Енді фоторезисторды қосуда бірінші фоторезисторымыздың бізде екі аяғы бар. Мінекей мында екі контактісі бар. Бірақ бізге үш контакты қосу керек болады. Яғни минус, плюс және сигнал. Соны қазір қалай қосамыз? Қызықтың бәрі осында басталады. Так, сонымен мен деген плюске розовый түсті алайын. Сонымен мен фоторезистордың мысалы оң жағын 1-ден 5 вольтқа қоса аламын. 5 вольт. 5 вольтқа қостым, енді екінші жағы. Екінші аяғын мен дейтін минусқа қосамын. Қара түспен ала берейін. GND. Минус. Sonra минусқа жалғадым. Енді 5 вольтпен минусқа жалғағаннан кейін, енді менде контакты қосуым керек болады. Контактіге қосу үшін менде дейтін, яғни былай жасыл түсті алайын. Мынандай нәрсе. Екі аяғым қосылып тұрды. Бір аяғым 5 вольтта плюсте, бір аяғым минусқа қосылып тұр. Осы минусқа қосылып тұрған аяқтан тағы да бір провод аламыз да, оны біздер деген кез келген аналог портқа. Мысалға біз осыған дейін A0-ге қосып, мына A1-ге қосайын. A бірінші портқа қосылды. Сонымен мынау менде фоторезисторым. Бір аяғы 5 вольтта, бір аяғы минуста, және бір аяғы сигналы менде аналоговый портта қосылған. Так. Осы сәтті түсіріп алсаңыздар болады, тоқтатып сызып алсаңыздар болады. Олай болса, келесі нені қарайық. Енді осыны Arduino'да жинайық. Сонымен Arduino'да жинау үшін міндетті түрде бізде Arduino Uno'мыз керек болады. Макеттік плата. Мен жаңа схемада дейтін жарықдиодты қосқан жоқпын, себебі жарықдиодты біз өткен сабақтардан білеміз. Сонымен бірінші жарықдиодымызды еске түсіріп жинап алайық. Жарықдиодымызда білеміз, екі контактісі бар. Анод және катодта плюс минустарымыз. Және жарықдиодқа қажетті кедергіні аламыз. Жарықдиодымыздың кедергісі тұрақты 220 Ом. 220 Ом. Сонымен енді макеттік платаға токтарымызды қосып алайық. Бірінші минус токты қосып алайын. GND минус. Так. Енді қызыл түстін таңдап 5 вольттан аламда макеттік платаға 5 вольттық токты қосып қойын. Сонымен мінекей. Енді Arduino'мда жинағымда жарықдиодты GND-ге қосайын. Сосын дейтін жарықдиодының өзін кез келген сандық бар. Қазір мен сіздерге көрсететін программада ол 5-ші портқа жалғанған. Сондықтан да Arduino'мды 5-ші портқа қосайын. D5. Енді фоторезисторды жинайық. Фоторезистор. Жалпы кедергіде біздер қолданып жүрген өзіміздегі кедергімізде, оның алдыңғы 220, батырмада өткен 1 килоом кедергілерімізде біздерде не жоқ болды. Полярность жоқ. Қалай қоссаңыз да өзіміз білеміз. Тап сол сияқты фоторезистордың екі аяғында да ешқандай, яғни мына жағы оң жағы плюс, сол жағы минус деген сияқты қатып қалған стандарттар жоқ. Қай жағын минус, қай жағын плюс қоссыз өздеріңіз білесіздер. Терминал 1, терминал 2 мысалға да. Енді мен дейтін қазір мына оң жағын 5 вольтқа қосамын, сол жағын резистор арқылы минусқа қосамын. Бұғанда резистор, яғни біздерде 1 килоом мен 10 килоомды қосуға болады. Менде 1 килоом тұра берсін. Енді мен осыдан төменге қарай минусқа қосамын.
Так. Енді қызыл түсті проводымды алып, оны мен дейтін 5 вольтқа қосамын. Так, және жасыл түсімді алайын, оны дейтін A1-ге қосайын. A1. Сонымен, менде жарық диодым бар. Жарық диодым менде 5-ші портқа, фоторезисторым менде A1-ші портқа қосылған. Фоторезисторымда 5 вольт ток бар, бір аяғы, яғни мына екінші аяғы босай қараптан оң жағымда, сол жағымдағы кедергі арқылы минусқа қосылған. Сосын барып ары қарай аналық портқа A1-ге қосылып тұр. Жалпы процесс қалай жүреді? Мұнда жарық түсіп тұрған кезде бұны тексеру үшін қазір біз қараңғылайтын боламыз. Енді Tinkercad симуляторда дейтін мен мынадан басып өзім қараңғыны өзім реттей алатын боламын. Ал енді қазір жаңа видеосы шығады, сол видеода мен уже онда қолмен басып тұрамын да. Мысалы мына видеоны қарап тұрсаңыздар, неке қолмен басқан кезде менде дейтін нем жарық диодым есеп тұр. Жанып тұр да, қараңғыланған кезде. Ал енді қолымды ашқан кезде жарық диодым жанып тұр. Сонымен қарайық. Енді процесс қалай? Жарық түсуіне байланысты бұнда кедергі, яғни кедергі 0-де 10-нан бастап максимально мысалы 10 килоомға дейінгі болады. Мен қараңғылаған кезде ол сигналды A1-ге жібереді. Енді фоторезистор дейтін мысалы 0 мен 1000 ом болған менде Arduino'ға аналық порттар ол сигналды дейтін 0 мен мына менде A1-ім 0 мен 1023 деген санның аралығында қабылдайды. Егер де жарық максимально түсіп тұрса 1023 деген де ол мүмкін, енді мықты идеаль жасап тұрған кезде қараңғы темный ешқандай жарық өтпейтін жағдайда ол біздерде минимальный болады да, минимальный қараңғы. Бірақ енді көп жағдайда кедергіге резисторларға байланысты бөлменің өлшемін әртүрлі оқу мүмкін. Мысалға, мен жаңа сіздерге көрсеткен видеода бөлменің жарықтылығын 395 пен 405-тің арасында оқып тұрды, яғни 405 пен 395-тің арасында рөл ойнап тұрды. Сондықтан да мен дейтін мысалға қараңғылаған кезде 165 170 деген аралықта болып тұр. Сондықтан да мен онда шартта 200-ден төмен болғанда деп көрсеттім. Мына симуляторда біз өзіміз қоя аламыз қандай деңгейде келетінін. Сосын жарықты максимальный түсіргенде 895 сондайға дейін барды максимальный. Ол енді біріншіден фоторезисторда қандай кедергісімен алынғанына және оған қандай кедергі қосылғанына байланысты. Егер де мен дейтін 1 килоом емес 10 килоом қосатын болсам, онда менде бөлмемнің жарықтылығы онда төмендейді. Яғни соған байланысты резисторлардың тұруына байланысты. Сондықтан да біздер қазір программа жазғанда монитор портқа шығарып бірінші данныйларды қарап алатын боламыз. Так. Енді 0 мен 1023 екен түсінікті қарап алдық. Енді программамызды қарайық. Енді программасын қарайық. Программасын қарау үшін, яғни кодты ашып алайық. Кетіп алайын. Сонымен жалпы программа қалай жұмыс жасайды? Біздерде жалпы жарық диодын қосылған int LED тең болады 5, яғни өткен сабақтарда барлығын білеміз. LED дегенімізде жарық диодын 5-ші портқа қосылған. Енді жаңа нәрсе int FTR A1, яғни фоторезистор деген сөзді қысқартып алдым. FTR, сіздер FTR алсаңыз да болады, кей жағдайда LDR деп те айтамын, ақ хабарлар жасатып ол айнымалының атауын өздеріңіз білесіздер. Сосын void setupқа көшеміз. Void setup функциясы фигураларды ашылды, жабылды тексереміз. Мұнда нүктелі түрлеп тексереміз. Сосын бар pin mode FTR input. Жалпы немізде Arduino'мыздағы бүгінгі процесс қалай жүру керек? Фоторезисторым менде FTR-ым ақпаратты Arduino Uno'ға беру керек. Ал Arduino Uno ақпаратты біздегі ноутбук немесе жаңағыдай компьютер Arduino IDE'міз қайда қосылған, соған ақпарат жіберу керек. Енді FTR input деген мына процессті хабарлайды. Фоторезистордың Arduino'ға ақпарат беру процесін біздер input дейміз. Яғни FTR фоторезисторымыз өзінде бар ақпаратты Arduino Uno'ға жібереді. Сосын бар pin mode LED output'ты білеміз. Жарық диодтың режимі, бұған тоқталмай-ақ қояйық. Serial begin 9600. Serial begin 9600 білеміз, ол ақпарат жылдамдығы. Яғни бұл Uno'ның енді ноутбукқа, яғни Arduino IDE'ге ақпарат жіберу процесі. Сол ақпарат жіберу жылдамдығы 9600 ботпен жібереді. Енді жаңа нәрсе, void loop функциясы, функцияның ашылуы бар, соңғы жағында функция фигуралы жақшасының жабылуы бар. Сонымен
int light level. Light level деген қазақшасы яғни жарықтылық деңгейі. Жарық деңгейі деген ақпаратты айнымалыны хабарлаймын light level деген атаумен. Ол бізде аналог read FTR дегенді өзіне оқиды. Яғни фоторегистрда қандай өзгерістер болып жатыр, өзгерістердің барлығы цифрмен, сол цифрдің барлығын light level өзіне алады. Егер де біз light level хабарламайтын болсақ, біз барлық жерге аналог read FTR деп жазып жүру керек болады. Сондықтан light level немесе LL немесе FTR level деген сияқты ол өздеріңіз білесіздер. Сондай бір атау хабарлап алсаңыздар айнымалы. Алдағы уақытта сол айнымалымен жұмыстанамыз. Ол мына жерде яғни мына үлгіміздегі сияқты да біз 5 деп хабарламай барлық жерге let деп жазғандағыдай. Сонымен serial print бөлме жарығы. Егер де кавычкада тұратын болса, мінекей serial print ішінде, онда осы тырнақшаның ішінде қандай ақпарат жазылған, екі тырнақшаның ішінде сол ақпаратты бізде монитор портта, яғни Arduino IDE-міздегі монитор портта ешқандай өзгеріссіз шығады. Сол бөлме жарығы деген нәрсе. Бөлме жарығы тең болады деп жазу шығады да, астына serial print ln мен println деген атаумен light level'дың яғни ақпарат данные шығады. Қанша көрсетпеген. Сонда бізде былай болады. Бір қатарда бөлме жарығы, мысалы бөлме жарығы деген болса тең болады, мысалы қараңғы болатын болса 0 деген ақпарат көрсетіп береді. Келесі сөз қай жерге шығады? Мына print деген сөз өзінен кейінгі. Бөлме жарығы дегеннен кейінгі ақпарат printtің арқасынан 0 қасына шықты тең болады. Енді келесі цифр шығатын жерде бізде ln тұрғандықтан келесі қайтадан осы бөлме жарығы деген сөз бұның астына түседі. Бөлме жарығы мысалы тең болады, 500 деген сияқты ақпарат жаңарса сол ақпарат шығартады. Сонымен delay 200. Яғни әрбір 200 миллисекунд сайын ақпарат жаңарып өтеді. Бір ақпарат шығарады, 200 миллисекунд ұстап тұрады, 200 миллисекунд сайын ақпарат қайтадан жаңарады. Ол біздерше 0,2 секунд. Сонымен if light level 400. Бізде былай жазамыз. Егер, шарттаймыз, егер және бізде әйтпесе деген. Егер деген ол бізге қажетті негізгі шартты қоюға, немесе керісіншесін, бізде негізгі шартымыз бізде былай болады. Менің мақсатым бірінші жағдайда шартымда жарық өтті жағуды қойдым. Егер light level'дың мәліметі 400-ден кіші болса, онда digital right LED high, яғни ондай жағдайда жарық өтімді жағады. Әйтпесе, онда менде не істейді? Яғни жарық емес, онда қараңғы емес жарық деген сөз 400-ден үлкен сандар шығып жатыр деген сөз, мысалға, мынада 500 шығып жатқан жағдай. Ондай жағдайда менің жарық өтімді не істейді? Digital right LED low мен өшіреді. If-тің фигуралы жақсасы ашылды, жабылды, else-тікі ашылды, else-тікі жабылды. Сөйтіп менде мына толықта программа осылай жұмыс жасайды. Яғни қазір қосқан, енді мынандай нәрсе, қазір менде симуляторға қосқан кезде менде мына жерде бегунок шығады, ол қараңғы тұрған сәттен болса жарық сәтке дейінгі симуляция жасап барамыз. Сол симуляцияға байланысты менде фоторегистрім светодиодым, жарық диодым жанып сөніп тұратын бар. Олай болса тексеріп қарайық. Так, мынаны өшірейін. Так, өшіретіп қойық. Сонымен start simulation. Симуляциям басталды. Монитор портты ашайын. Қазіргі сәтте менде монитор портында бөлме жарығы тең болады 6. Бөлме жарығы тең болады 6. Яғни бұл жерде менде serial print бөлме жарығы println light level printlnның арқасында келесі сөйлем астына түсіп тұр. Енді фоторегистрімдағы ақпаратты қараймын. Қазір 6 деп тұр. 6 менде 400-ден кіші. Қазір менде if орындалып жатыр. 6 400-ден кіші ме? Ақиқат кіші, сондықтан да light level орындалды. Енді мен жарықтылықты симуляциямен арттырайын. Орталық бердім. Орталық берген ақпаратын 544. 544-ім 400-ден кіші емес, 400-ден үлкен, яғни бұндай жағдайда менде else, яғни әйтпесе деген орнады, орысша иначе. Бұндай жағдайда не? Digital right LED low. Менде жарық өтім өшіп тұр. Қайттан өзгертіп қойып, максималкаға басқарып. Менде ең максимум дегенде жарықтың 679 өн бағалап. Ең жарық дегенде симулятор. 679, ол 400-ден кіші емес, сондықтан жарық өтім өшіп тұр. Так, мына шамаға қойып, қанша болады? 278. 301 дейді да, 301. 301-ім 400-ден кіші, 400-ден кіші болғандықтан жерде менде жарық өтім олай хай болып, жарық өтім жанып тұр. Осымен достар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Яғни фоторезистор арқылы қауіпсіздік жүйесін мысалға дүкеннен барып, лазер сатып алып, лазерді фоторезисторға бағыттап қойып, қанша көрсетіп қалған ақпаратын жазып алып, лазерді кескен кезде ол қаншаға дейін құлайтынын жазып алып,
яғни лазерді кескен кезде ол бөлмедегі қарап мысалы жарық кезде қазіргі жарықтылық деңгейін алып отыр. Лазер түсіп тұрғандықтан онда жарықтылық артады. Мысалы 1023-ге дейін барып қалады. Жарықты кескен кезде ол 500 немесе 600-ге түсуі мүмкін. Қараңғы болса одан төмен кетеді. Сондай шартты тауып алып, азайту шартын тауып алып, қандай шарттан кіші екенін шарт дұрыс қойып. Содан кейін барып қасына жарық диод пьезоэлементті мысалы өткен сабақтардан қосу арқылы, яғни сигнализацияны толықтай жасап шығаруға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.